Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш достар. Бүгін бізде өте кереметтей видео достар. Бүгінгі видеода сіздерге біз гильдияның балдары болып керемет челлендж түсірген болатынбыз, яғни қайтала немесе өл деген. Солай достар, сол видеоны бүгін сіздерге ұсынғым келіп отыр достар. Біздің лидеріміз, яғни барлықтарыңызға белгілі Сарбаз, яғни алтын адам. Бұл оның каналында бар, яғни соның каналынан көргілеріңіз, соңында каналынан көріп кетіңіздер. Ссылкасы міндетті түрде описанияда болады достар. Кіріп көріп тамашалап кетіңіздер. Және ол видеоны бүгін мен де каналыма салайын деп отырмын. Енді достар, солай барлықтарыңыз өзіңіз түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал біз видеомызды бастайық, кеттік. Стоп достар, сіздерге осы видео басталмай тұрып, кереметтей конкурс ұйымдастырым келіп отыр достар. Бұл конкурста сіздерге дракон рюкзак беретін боламын достар. Оны ұтып алу үшін, яғни достар, былай сразу айтып кетейін, если сіздерде дракон рюкзак болса, если басқа нәрсе жазып кетсеңіздер болады. Және ол конкурстың шарттары достар, міндетті түрде астына тұрған бір ақтал спонсор бар. Соған міндетті түрде тіркелесіздер. Байлес TV деген арна өте жақсы түсіреді достар. Міндетті түрде арнасына тіркеліп, соңғы видеосына лайк басып кетіп, жалпы арнасына тіркеліп кетіңіздер. Бір ақталғанда спонсорға тіркелесіздер, және менің арнама тіркелесіздер. Осы видеоға лайк және комментарийға өздеріңіздің ID-леріңізді жазып кетіңіздер достар. 5-6 сөзден әдемі қылып дұрыстап жазып кетіңіздер достар. Сол кезде өте керемет болады. Ұту шанстарыңыз да көбейеді. Яғни кім көп комментарий жазады ұзақ сөйлеммен, соның ұту шансы көбейеді. Солай достар, кім не қылайды міндетті түрде жазып кетіңіздер. Солай спонсорға тіркеліңіздер. Ал мен енді осы сол точно бастайтын боламын. Кеттік. Бізде қазір жанымызда қаймақ тем, амандасқандар, жігіттер, қыздар. Как всегда, осылай күшті амандасамыз. В общем, достар, мынау бізде флеш, флеш сен ғой, да? Ойынның басын, негізгі мағынасын айтып берейін. Ол бізде қайтала немесе өл. Негізі маған флеш қазір көмектесетін болады, және жігіттердің біз эмоцияларын тексеретін боламыз. Мына Широ, сен давай неге тұр, қатарға тұр, шет-шеттеріңнен шақырамыз. Қазір жігіттер ойын барысында жалпылама түсінетін боласың. Қаршыға сен де тұра сал. Рахмет. Так, флеш сенікін түсіндіріп жіберейін. Широ тұр, басынан бір ұрым. Флеш жаныма кел. Рахмет. В общем, сені түсіндіріп жіберейін. Романтик мен сен мунчит етем, өйткені сенде телевизордың дауысы естіліп тұр, окей? Флеш, сенің міндетің қазір маған бірден қазір айтам. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірден 6-ға шейін любой сандарды айтып отырасың, окей? Окей? Все, барлығы түсінікті деген ойдам. Бірден 6-ға шейін флеш маған нелерді айтып отырады. Эмоцияларды бірден бастап, 6-ға шейін эмоцияларды басып шығам. Бірінші участнигімізден бастай берейік, бірінші участник. Так, флеш мырза. Флеш бауырымыз. Қандай санды айтқың келеді? 4, окей. Олай болса 4-ші эмоция, ол бізде мынандай эмоция. Сенде осындай эмоция бар ма? Жоқ болса отырасың. Жоқ, да. Так, пока өлтірмей қойыға, бір круг не қылмай қойыға, өлтірмей қойыға. Ақжан, на ерге тұрш, Ақжан, на ерге. Ал ұтқандар болса, анау уазиктің жанына барып тұра беріңдер, окей? Или, жоқ, уазиктің емес, на столбының, на плакаттың столбысының жанына тұра беріңдер. Ақжан барып тұр ана жаққа. Так, келесі бізде қаршыға. Қандай сан, флеш? 2. Так, 2 деген сан, ой, бұл қиын болды. Кечуар, флеш, жеп көрімсің. Так, кел, розовый бізде малышка или алтын? Ой, алтош, точнее. Флеш қандай сан? Алтош мен жанында тұр. 6. Так, 6. Мә, қасқара. Бар болса істейсің, ой, сұратпады да ғой. Келесі. Так, бұл бізде, білмеймін, малышка шығар. Келесі 3. Мәса, не мене ауаны? Так, келесі. Так, бұл бізде злой бауырымыз, давай злой. Так, злойға 1 дейш. 1. Алтош дейм, алтош. Мәш, кече. Алмайын, тура соны алмадым, ош. Жизнь подлость, что, брат? 5 наврачка. 5, давай.
Мәсан, ё. Міне, брат. Так, давай, флеш кет, келесі. Біреу отпады ғой, Так. прикинь. Lan 3. 3. Ой, ят болды мына что-то. Соңғы кеттік. Соңғы Қайсы біздің- бар? Так, Сен бұған нарда. Болып тұрдыңыз, мә Сен көрсетіп Екі. пропустың ал жігіттерде жоқ. Ой, кешір ал тұр. Ұрма, ол ұрма. ешқайсысында жоқ, флеш, прикинь, ешқайсысында жоқ. Мен де бар. Сенен пропустың, олдский пропустың аласың. Аларда жоқ үй. Олдский пропуск емес. В общем, тұра беріңдер, осы жерден ары қарай кете береміз. В общем, екінші круг уже выбыванияға жігіттер. Так, флеш. Ал. Жаныма тұр, қайтқан айтып тұрасың. Мынау Ақжан орныңа тұр. Ой, иә, Ақжан кел деген. Широ орныңа тұр. Кеттік. Флеш, давай айт. 4. Так, 4. Ойбай, мақым. Жоқ, тоқта. бұдан жоқ. Тоқта. Міне 4. Нәрсе? Өлді. Келесі. Келесі. Кесейік. Келдірші, мына Келесі жаққа тұрайықшы. 6. Мына жаққа тұрайықшы, өтінішін. Шөп мешет етіп жатыр. Так, рахмет. Келесі. 6. Негізі осы қызға жаңа алтын істеген басқасын берейікші, брат, бір шанс берейікші. Жарайды. 2. Жо, 2-ден басқа. 1. Бар ма? Ой, бұл мынада жоқ екен. Өкінішке орай, кет келесі, злой. Мына АВМ жорсткі кетіп жатыр. Так, слойға 5 берейік. Так, 5. Болмай ғой 5. Ё-ма. Қалай жоқ ма? Бәрінде бар ғой. Брат, жоқ па, Менде серьезно? бар. Мен оның бәрін тақпағам. Ой, кешін. Мен өлмей қалдым. Келесі. Так, достар, Сен мына жерде. көрсеткендер бар да, бірақ тақпағам оны. Бұған 2-ні берейік. 2-ден басқасын бәрін айтшы, 2 болмайды. Жарайды. 5. Так, 5. Кеттік ал. Брат. Жоқ па не, тыныш тұр. Өкінішке орай, арманнан айырылдық. Кет келесі. Айт. 3. 3. Жоқ па не? Мынау жоқ па не? Тоқта, серьезно жоқ па? Қайталап көрсетем. Жоқ. Ой, мынау жоқ болса айтамай мен. Келесі. Малышка бар. Мама. Так, айт, флеш. 6 берейік. 6. Мә. Эмоцияларды ауыстырмыз. Болмайды. Келесі. Так, келесі. Бар. Бұған 5 берейік. 5. 5. Бір дестет. Мына 5-ті жаттап алған. Бұл кім бізде? Бұл кім? Романтик. Романтик па? Романтик анау ненің алдына тұр, столбының жанына. Пока что единственный победителіміз. Базар жоғы. Победительсіз қалып кетеміз. Романтик. Өлімге өзім барадым. Не беретін ғой, романтик. Кеттік, соңғы адам кеттік. Соңғы адамға? Ақжан бар. Жоқ, екінші. Бірге соңғы берейік, адам емес. бірге. Последний. Кеттік, давай, я. Ой. Екінші. Артында не? Бот бар сосын. Бот бар тағы. Соңғы игрок Ако, давай, Ако. Қайда? Бұған, Мен қайда барам? так, Широға 6-ны берейікші, 6-ны. Мә, Широ, мә. Отқан адамға қайда барады? Широ, қашты, Широ. Все, болды. Екі отқан жігіт келіңдір. Екі отқан жігіт. Ой, ана отып тұр ғой, болды. Мен қазір 3 эмоция жоқ, 2 эмоцияны айтады. Флеш, сол екеуінің біреу болу керек сендерде. Окей? Жоқ, 3 эмоция. Короче, Флеш сен 2-ден басқа 3 сан айтасың да. И бұларда қаншау болады, в общем, соған байланысты, окей? Бірінші попытка кеттік, давай. Бірінші санды айт. 6. Романтик кеси. Екеуін қатар тұрыңдар. Қатар. Қаршыға кел. Мә, бір. Бар.
Қарсы қатты. Так, романтик қашып үлгер алсаң, давай, мен саған қашуға не берем, шанс берем. Все. И бізде перед нами победитель. Қол шапалақтап қойық, Флеш өзің қойсын. Қаршыға... Кстати, флеш сені тексермейміз, а? Қаршыға любой эмот, любой санайч, 2-ден басқа 1-ден 6-ға дейді. 4. Так. 5 айтсай? Науш, 5 айтсай? Қаршыға бар ма? Сау болыңыз. Сізге көп-көп рахмет, бізге осылай көмектескеніңізге. Бірақ біз сізбен қоштасуымызға тура келді. Так, Қаршыға, Натастың үстіне шықсаң. Лев, Алекс. Жалпы ұтуға деген қалай болды жалпы? Жалпы мен бала кезімнен өзім армандап келдім бұл победаны. Көп тренился. Сәлем жолдауға бола ма? Иә, әрине. Мен бүкіл отбасыма және де ініме Димаш деген ініме сәлем жолдаймын, көріп отырсам. Осы жеңісімнің құрметін қазақ еліне арнадым дегенше. Иә, қаймақ киімге жуамын деді. Иә, достар, в общем, осындай бізде қызықты қайтала немесе өл дейтін рубрикамыз болды. Егер де осындай рубрика тағы да болған қаласаңдар, онда лайкты басып, өздерінің идеяларыңды комментарияға жазып кетіңдер.